жиналамыз. Қазір судағы фокус әдісімен бүгінгі өтетін тақырыбымыз анықталады. Бәрі бері жинап. Балалар, бүгін біз қазір судағы фокус әдісі арқылы бүгінгі өтетін тақырыбымыздың атын білетін боламыз. Ол үшін міне мына қағаз сүлгіні қазір мен суға саламын, барлығымыз қарап тұрамыз, сода тақырып шығады. Қандай тақырып? Сөз таптары. Сөз таптары. Яғни біз бүгін жыл бойы өткен бөліміндегі сөз таптары тақырыбын өтетін боламыз. Отыра қаламыз. Қазір өтетін тақырыбымыз сөз таптары. Бүгінгі біздің мақсатымыз әртүрлі ойындарды ойнай отырып сөз таптарын қайталау. Бала, қазір біз сөз таптарын еске түсіру мақсатында пирамида ойынын ойнаймыз. Ол үшін сендерге міне сөз таптары жазылған парақ тұр. Осы парақтан бірінші зат есім сөздерді тауып орналастырамыз. Екінші қатарына етістікті, үшінші қатарына сын есімді, төртінші қатарына сан есім сөздерді қойып пирамида құратын боламыз. Түсінді ғой? Сөйлеймін. Мұғалім болдық. Жақсы. Ойын ойнаймыз балалар. Ол үшін ең бірінші дәптерді ашамыз да бүгінгі күнді көркем жазуды әдемілеп жазып аламыз. Тұтанғанды әдемілеп жазамыз. Дәптеріміз көлбеу, өзіміз түзу отырамыз. Көлбеу, әдемі, таза, ұқыпты, сауатты жазамыз. Бірінші бетіндегі 41-ші шақтыруды ашамыз. Соларда берілген тапсырма бар, қазір оқимыз. Айып бейбар оқиын. Көп үлкен негізгі зат есімді қойып жаз. Кез зат есімді ережесі. Бейбар. Заттың атын білдіретін сөзді зат есім дейді. Зат есімге кім, кімдер, не деген сұрақтар қойылады. Жақсы. Бөлшек, іс, іскер, сөз, сөзді, достық. Жақсы. Асына кел жақсы. Кезек, кезекші. Әдемі жазамыз. Барлығымыз түзу, әдемі оқып жазамыз. Кет қазір жазамыз. Үз-үзге. Келесі. сөз. Сөзді келе қойып жатыр. Қол үзбей жазамыз. Қазір тәжік кию әдісі деген сергіту сәтін жасаймыз. Бұл тәжік киюде қазір бірінші қатардан бастаймыз. Мен қазір Ернұрға кигізем. Яғни мен Ернұрға сын есім сөздер айтамыз бір-бірімізге. Мен мысал үшін Ернұр ақылды деп басына кигізем. Ернұр шешетке бейбарысқа кигізем. Бейбарысқа бір сын есім сөз айтуым керексің сен, жақсы бір қасиеттерінде айтуға болады. Сөйтіп осы сергіту сәтімізді қазір жасаймыз.
Аяғым қиын ба? Жақсы. Жанашыр. Өте жақсы. Бір серік қалды, иә? Үнемі осылай бала бір-бірімізге жақсы, жылы сөздерді жиі айтып жүруіміз керек екен, иә? Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Енді бала, алдарында мынандай үлестірме қағаз түскендер бар. Соны ашамыз, алдына алып қараймыз да, бізге қараңдар. Қай сөз табы беріп тұр? Иә, яғни қай сөз табы екен? Сан есім. Сан есім не режимі кім айтады маған? Ал сан есімді қандай түрлері бар? Реттік және есептік болып бөлінеді екен, иә? Енді қараңдар, бізде есептік сан есімдерден осы есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жазасыңдар. Түсінікті ма? Реттік сан есімге қандай? Жаңағы жұрнақтары қосып жазылады екен, иә? Болды. Енді осыны жазамыз әдемі. Қаламмен әдемі жазамыз, сауатты жазамыз. Реттік сан есімге айналдырып жазамыз. Тоғызыншы, 33, 33-ші, 101, 101-ші. Жақсы, өте жақсы. Иә, оқу. 6, 6, жақсы, өте жақсы. Шығармашылық жұмыстық, яғни осындай. Бізге жаңа сағат тілімен әріптер беріліп тұр. Енді осыны дейді, сағат тілімен оқитын болсаңдар, бір мақал шығады. Яғни бізге міне, стрелкасымен беріліп тұр, бағытымен қай әріптен бастап оқимыз деген сөз? О әріпінен екі әріпті тастай отырып, оқыса, неме шығады? Мақал шығады. Бәріміз қараймыз да, бір дайындалып шығады. Қараңдар, бір екі әріптен тастап, одан бастап. Енді қандай сөз шықты? Иә. Қандай сөз шықты? Оқу енемен құдық қазғандай деген мақал шықты. Енді осы мақалды қалай түсінеміз біз? Өйткені оны оқу оңай емес. Бірақ оны оқып талпынса, ол оңайырақ болады. Жақсы жетістіктерге жетеміз, иә? Үнемі ізденіп, оқып, үйреніп болса, білім не істеп отырады? Оңайырақ болады. Иә, үнемі біз іздену үстінде, оқу үстінде болуымыз керекпіз, иә? Жаңағы енемен біз құдық қаза аламыз ба? Жоқ, ол өте ауыр болады. Иә, білім де сондай. Сен талмай, жаңағы шаршамай, үнемі еңбектеніп, не істеуіміз керек екенбіз? Оқуымыз керек. Біз үнемі алға жылжып отырсақ, сол кезде біздің біліміміз не істеп отырады? Жетіліп отырады. Біз біліміміз молайып отырады. Сол кезде ғана біз жақсы жетістіктерге жетіп, білімді бола аламыз. Енді осы сөздің ішінде жетістікті табыңызшы. Иә, қазғандай. Ал енді қазғандай дегеннің түбірі қайсы? Қаз. Иә, қаз. Қандай деп жаңағы оған? Иә. Яғни қазғандай сөзі бізде жетістік болып тұр екен. Енді қараңдар, зат есімі қай сөзі болса? Ине, оқу, құдық. Жақсы, сонда ине, оқу, құдық. Иә, ал инемен дегенге сұрақ қойыңдаршы. Немен болады? Иә, сондықтан жаңағы
жетістікке бар екен. Иә, жақсы. Енді балалар, сабағымызды қорытындылау балалар, вортбол әдісімен қазір біз не түсінді, осы сөз таптары бойынша не білді жыл бойы үйренгенімізді, мен осы әдіс арқылы қазір біз білетін боламыз. Сендерді қалай түсініп, қалай меңгергендерін. Түсінді ма? Қазір қолымызды көтеріп, келіп дұрыс жауапты басамыз, өзі дұрыс па, әлде бұрыс па, өзі бірден жауабын шығарады. Біле. Қара, оқыш. Болды, кел жақсы. Дұрыс па? Дұрыс екен. Жақсы шықса, дұрыс болады, иә? Келесі. Екінші. Иә, тоғжан айтамыз. Қанша неше сұрағына жауап беретін сөз табы. Кел жақсы. Қайсысы берген? Қайсысы? Қанша неше деген сұраққа жауап береді? Жоқ. Иә, сұрап келе ғой, тұр. Көріп ал. Жоға шатаспа. Иә. Иә, сан есім екен, иә? Шатаспаймыз. Енді, оқы. Әдемі жасыл сопақ сөздеріне қойылатын сұрақ. Қандай сұрақ қойымыз? Қандай? Иә, белгіле. Дұрыс па екен? Өте жақсы. Келесі. Иә, айтамын, тұрам. Қимылды білдіретін сөздеріне қандай сұрақтар қойылады? Иә, қимылға қандай сұрақ қоямыз? Не? Жақсы, өте жақсы. Дұрыс екен. Иә, дұрыс екен. Келесі. Нұрасың, тұр. Осы сөзге сұрақ. Ал, оқыш. Кім? Келе ғой. Белгіле. Дұрыс па, көрейік. Өте жақсы. Иә, қазір. Өте жақсы. Иә, міне, біз жыл бойы өткен білімімізді осы вортбол әдісімен не істедік? Тексере білдік. Иә, бізде тоғжан ғана біраз шатасып қалды. Әйтпесе, барлығымыз дұрыс орындадық. Енді балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында қазір баскетбол әдісі арқылы біз кері байланыс жасаймыз. Иә? Ол үшін менің қолымда міне доптар бар. Иә, таяқшаларға ілінген. Осыдан келіп, аламызда, мынарадан алып, альпидағы сөзді оқимыз да, ол қай сөз табына жатады, сол сөз табына апарып былай не істейміз? Саламыз. Түсінді ме? Жақсы, бірінші қатар балалар, келе қойды. Иә, мынарада кез келген біреу бар. Қырық. Қай сөз табына жатады? Иә, сан есім. Жақсы. Келесі. Ұшты. Етістік. Жақсы. Ашты. Иә. Келесі. Кел, екеуің кел. 16. Қай сөз табына жатады? Сан есім. Жақсы. Ақ. Қай сөз? Сын есім. Жақсы. Келесі. Шу. Жылдамдатамыз. Доп. Сұрақ қош. Иә, зат есім. Келесі. Иә, шөп. Жақсы. Биік. Сын есім. Өте жақсы. Келе ғой. Кел, қазір кел. Дәптер, зат есім. Жақсы. Жазды. Қай сөз табына жатады? Етістік. Жақсы. Ана бір есімізге түсіріп, қорытындылап алдық. Иә? Енді осы сөз таптарын үнемі жадымызда сақтаймыз балалар. Біз 11 оқығанша жаңағы осы сөз таптарымен үнемі сабақтарда жаңартып басқа түрлерінде өтіп отырасыздар. Иә? Сондықтан бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңа рахмет. Алда әлі де ережелерді жаттаймыз. Иә, осы сөз таптарының түрлері бар, ол зат есімнің жаңа түрлері, етістіктің, сын есім, сан есімнің түрлері бар, солар барлық